Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 10 минутта дайын болатын таңғы ас дайындаймын. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Таңғы асқа дайындасаңыздар күшті, тойымды, тез әрі жылдам дайын болады. Бізге керек ингредиенттер: жұмыртқа, ұн, сүт, қаймақ және сұйық май. Жұмыртқамызды саламыз, қаймақты саламыз, сұйық майымызды құямыз. 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан салып, жайлап араластырамыз. Ұнның бәрін бірақ салмай, осылай аз-аздан салып отырамыз. Енді сүтімізді құямыз. Сүтімізді де аз-аздан бастап құйып араластырамыз. Оның түйіршіктері қалмауы керек. Енді сүттің бәрін құямыз. Міне осындай сұйықтау болады. Ішіне салатын енді укробымды, көк пиязымды және колбасамды осылай алдын ала 4 бүріштеп турап алдым. Енді оларды да салып араластырамын. Міне дайын болды. Енді оны табаға құйып пісіріп аламыз. Табамызды алдын ала қыздырып майлап аламыз. Сосын осылай жарты ожаудан құйып жайлап пісіреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте қою емес, сұйықтау. Тез дайын болады. Екінші жағын аударып пісіреміз. Бәрін осылай пісіріп шығамыз. Тез дайын болады. Силиконовый лопаткамыздың көмегімен осылай шетін ашып көреміз. Сап-сары болып піскен болса, екінші жағын аударамыз. Екінші жағында осылай пісіреміз. Негізі бірінші жағына қарағанда екінші жағы жылдам, тез дайын болады. Міне дайын. Ала беруге болады. Ыстық күйінде таңғы асқа берсеңіздер өте күшті. Астындағы отын да орташа отқа қоямыз. Өте қатты қоймаңыздар, күйіп кетеді. Міне баршасын осылай пісіреміз. Мінекей дайын болды. Сап-сары, жұп-жұмсақ. Видеода көрініп тұр қалай дәмді шыққаны. Жылдам әрі тез дайын болады. Таңғы асқа ұсынсаңыздар тойымды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналымнан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка жасап, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше.